Сәлем құрметті достар, сіздермен әсем нұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есімдіктер. Есімдік дегеніміз не? Есімдіктер заттың атын, сынын, санын, олардың аттарын білдірмей, бірақ солардың орнына жұмсалатын сөз табы. Есімдіктің 7 мағыналық түрі бар. Бірінші жіктеу есімдігі, екінші сілтеу есімдігі, үшінші сұрау есімдігі, төртінші өздік есімдігі, бесінші жалпылау есімдігі, алтыншы белгісіздік есімдігі, жетінші болымсыздық есімдігі болып бөлінеді. Жіктеу есімдігі. Жіктеу есімдіктері үнемі жақтық ұғыммен байланысты келеді. Сол себептен олар ылғи адаммен байланысты, демек, сөйлеуші, тыңдаушы және бөгде кісі деген ұғымдармен байланысты қолданылады. Жіктеу есімдіктерінің жіктеу үлгісі. Бірінші жақта мен, екінші жақта сен, сыпайы түрде сіз, үшінші жақта ол. Көпше түрде бірінші жақ біз, екінші жақ сендер, сыпайы түрде сіздер, үшінші жақ олар. Сілтеу есімдіктері негізінен алғанда сілтеу, көрсету, нұсқау сияқты ишараттарды білдіріп, қай-қайсы деген сұрақтарға жауап береді. Сұрау есімдігі. Сұрау есімдіктері мыналар: кім, не, неше, қай, қандай, қанша, қалай, қашан. Бұлардан басқа да бірнеше сұрау есімдіктері бар. Бірақ олар белгілі жолдармен жоғарыда көрсетілген негізгі сұрау есімдіктерінен жасалған есімдіктер. Өздік есімдігі. Қазақ тілінде өздік есімдікке жалғыз ғана өз сөзі жатады. Бұл есімдік көбінесе өзім, өзің, өзіңіз, өзі, өзіміз, өздеріңіз деген сияқты оңаша және ортақ тәуелдеулі түрде қолданылады. Жалпылау есімдігі. Жалпылау есімдіктері деп мағына жағынан кем дегенде екі, я одан да көп заттар мен құбылыстарды жинақтай атау үшін қолданатын сөздерді айтамыз. Жалпылау есімдіктеріне бәрі, барлық, барша, бар адам, күллі, бүкіл, түгел деген сөздер жатады. Белгісіздік есімдіктері. Белгісіздік есімдіктері деп мағыналық жағынан заттар мен құбылыстарды нақты түрде білдірмей, белгісіз мәнде айтылатын сөздерді айтамыз. Белгісіздік есімдіктердің жасалуына бір, әр, әлдене деген үш сөздің ұйытқы болуы арқылы қызмет атқарады. Белгісіздік есімдіктері осы сөздердің кейбір басқа есімдіктермен бірігуі арқылы жасалады. Мысалы, біреу, кейбіреу, кейбір, қайсыбір тағы да басқа. Әркім, әрине, әрқалай тағы да басқа. Әлдекім, әлдене, әлдеқашан, әлденеше, әлдеқалай деген сөздер жатады. Болымсыздық есімдігі. Болымсыздық есімдіктеріне негізінде еш сөзбен кейбір есімдіктердің бірігуі арқылы жасалады. Мысалы, ешкім, ешбір, ештеңе, дәнеңе, ешқашан, ешқандай, ешқайсы. Болымсыздық сөзде болымсыз мағынаны білдіретін емес, жоқ деген сөздермен және етістіктің болымсыз түрімен байланысты қолданылады. Ешкім айтқан емес, ешкім айтқан жоқ, ешкім айтпады, тағы да басқа. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әсем нұр. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.